Құрметті көрермендер, сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде қонақта Аида ханым. Аида ханыммен бүгін жақсылап танысайық, білейік, және де көп сұрақтарымызға жауап алайық. Аида ханым, өзіңізді қысқаша таныстырып жіберсеңіз. Жамбыл қызы Аида, Қызылорда қаласынанмын. Амангел совхозында туылғанмын сол жерде. Өзімнің ауылымызда 43 жастамын. Алланың берген 6 перзентім бар. Қыпшақ еліне келінмін, арғынның қызымын. Өзімнің алтыға толық таныстыратын болсам, психологияға, өзімнің баламның денсаулығына қатысты келдім. Балам 2001 жылы дүниеге келеді, бірақ дүниеге сап-сау болып келеді. Одан кейін біз үйге шығайын деп тұрған кезде кислород жетіспей перинатальный больницаға ауыстырылады бізді. Содан бастап бізге ем жасайды, бірақ бала барлығы жақсы, ұйқысы да жақсы, барлығы жақсы. Бірақ ешқандай диагноз қоя алмайды. 3 жасында Ақсайда, Алматыда ДЦП деген диагноз қойылады. Содан бастап мен іздене бастадым. Не үшін? Бұл біздің отбасымызға келді, бұндай сынақ. Сап-сау бала бұл. Бұл да бір Алладан келген белгі ғой деп іздену үстінде басталды басы. Психологиямен жалпы ең алғашқы қадамыңыз қандай сұрақпен сол балаңыздан бөлек ашылды сізге? Осы мен психолог болуым керекпін, осы саланы ізденуім керекпін деген түрткі болғаныңыз? Мысалға, бірінші кезде мен өзім жеке ойым, әр ана, мен ізденген жоқпын баста. Мен өзім жақын туысқан қайынсіңлім, 6 баласы бар, осындай психолог, өзінің өмірін керемет етіп жасап алған, сен де оқысай, білсей деп маған айта берді. Бірақ мен оны тыңдаған жоқпын, естіген жоқпын. Өйткені мен стрессте болдым. Стресстегі адам ешкімнің ақылын тыңдағысы келмейді. Өйткені ол стресстен қалай шығатынын жолын іздеп жүр. Өйткені балам денсаулығы, өзім денсаулығым. Мен ұлымды Алматыдан келген психологқа жеке қабылдауға апардым. Баламды 1 сағат қабылдап, нақты сұрақтың жауабын алдым. Бірақ соңында ертең мен семинар өткіземін, мен семинарына саған тегін билет беремін. Негізі саған психолог керек деді. Семинарына бардым. 3 күн болды семинар. Содан басталды менде психологты ізденіп, бүкіл психологтарға подписать етіп, кітаптарын алып, содан басталды 8 жыл бұрын. Қазір балаңыз неше жаста? Балам 23 жаста. Балам жағдай алдыңға қарағанда жақсы, 50% жақсарды. Шүкір. Бірақ баламен жұмыс жасау арқылы мен өзімнің ауруымнан айықтым. Одан кейін енді отбасыға қатысты, әрбір отбасы әртүрлі ситуация болады ғой. Мысалға, оны ешкім айта бермейді, айтылмайтын нәрселер де болады. Соның барлығы жақсарды. Білім алу арқылы, қарым-қатынас жақсарды. Оған дейінгі Аида мен қазіргі Аида ханымның екі мүлдем бөлек. Иә, жер мен көктегі өзгеріс өте көп. Шүкір. Барлығын бөлек талдап айтып бере аламын. Енді сізге келетін әйелдердің, көбіне әйел кісілер ғой. Әйел кісілердің ең жиі қойылатын сұрақтарының бірі? Ең көп қойылатын сұрақ қарым-қатынас. Анасының баласымен қарым-қатынасы, күйеуімен қарым-қатынас, ажырасу қаупі, одан кейін енесімен күйеуін қабылдамау, одан кейін қарыз қазіргі ең ауқымды тақырып, денсаулық сосын. Өйткені біз дүниеге шыр етіп келгеннен бастап біз сау болып келеміз негізі. Оны мен өзімнен білім алып, практика жасаған кезде түсіндім, өзім ауруымнан айыққан кезде. Ал Алла тағала бізге 1-2 рет белгі береді. Біз белгіні қабылдамағаннан біздің тәніміз арқылы белгі береді. Жан мен тән. Сол денсаулыққа байланысты сұрақтар қойып шықсам сізге, әйелдердің неге басы жиі ауырады? Мысалға, бір әйел келді делік, психосоматика ғой, енді соны толық түсіндіріп жүрейін. Психосоматиканың мағынасы жан мен тәнді емдеу. Бірақ бұл жан мен тәнді емдеуді бізде 1,5 ғасыр жыл бұрын Абай Құнанбаев барлығын кітабында да, барлық жерде айтылған, кітаптарда, басқа да ақындар айтылған. Бірақ енді былай қарай келсек, қиналған адам, денсаулығына сыналып жатқан адам бұрынғы алғанның барлығы өшіріп қалады. Мен өткен 8 жыл бұрын стрессте болған кезде менде ешқандай қалай түсіндірсем екен, есімде ештеңе қалған жоқ. Оқушы кезде алған білімнің барлығы өшіп қалды. Өйткені мен балама қалай көмектесе аламын деген менде стресс болды. Солай келе менде жатырда приступ болды. Ол менің ішкі қалім, ішкі сезімім тұншыққан. Айтпаймын ешкімге, іштей жылай беремін, қан жылаймын ішім. Балам оның қатарларын көріп, одан самайын езіледі, жүрегім қақайырылады. Енді оны балалар ауырған аналар түсінеді деп ойлаймын. Сол кезде 12 мүшеміз сап-сау. 12 мүшемізге біз көп жүкті арқалап аламыз да, содан бізде ауру пайда болады. Тұншыққан сезімдер. Енді бас. Бұл келген адаммен сөйлесу арқылы нақты сұрақтың жауабын негізі өзі айтып отырады ол кісінің, келіп отқан адамның.
жауапкершілік алу, сол ситуацияны қабылдамау, одан кейін Аллаға тапсыра алмау, әртүрлі, әр адамдікі әртүрлі. Енді бір кейспен бөлсең, бір кісінің басы қатты ауырып келеді, бірақ ол айтады, біздің тұқымымызда бар, басымызда сақинамыз ауырады дейді да. Тұқым қуалайтын ауру жоқ. Ол просто біздің мидағы установка, наным сенім. Менің мамам басы ауырды, бітті, менің басым ауырды. Менің қызым ауырады. Сонымен жұмыс жасаған кезде ол жазу бар, ол жерде дұға да бар. Бір ауруға жан-жақты қарау керек. Ол жерде медицина да бар. Шүкір Аллаға жазылды, өзі сол ситуацияны тоқтата алды. Енді балаларына қайталанбайды ол. Ал біз айтамыз, сөздің энергиясы қатты жұмыс жасайды. Мен мамам сондай болды, мен де сондай боламын деген, ол да өте қате. Программировать. Иә. Көбіне әйелдерге психологқа барып көрінші, өзіңді дамытшы, немесе психологпен жай ғана просто сөйлесіп көрші деп айтсаң, қабылдамайды. Бірден қабылдамайды. Неліктен деп ойлайсыз? Ол мысалға, ол дайын емес. Мысалға, мен өзімнің туысқандарым да бар, менің бауырларым да бар, оған психолог керек екенін біліп тұрамын, бірақ ол қабылдамайды. Мысалға, мен ең алғаш психологияны білім ала бастаған кезде маған бәрі күлді. Ол жасыратын ештеңе жоқ. Не психсың ба деп. Өйткені бізде сондай нәрсе да, өйткені жақында үйде Құран оқытқан кезде үлкен кісі айтады да, қазір не бәрі психолог болып кеткен. Бәрі психолог кеткен ба дейді да, сосын бір іштей күлдім. Бір үйде бір психолог болу керек. Мен бұл білімді негізі өзім үшін оқыдым, отбасым үшін оқыдым ғой. Енді жаңағы бауырыма мен қалай көмектесе аламын, туысқаныма дұға етем болды. Алла тағала көкірек көзін ашып, осыны шығаратын бір адамды себепкер етіп жіберші деп. Өйткені ол мені тыңдамайды бәрібір. Сосын бір күні сол туысым бір кісімен кездесіп қалады, Алладан дұға етеді, соның сабағына қатысады. Сенің айтқаның бәрін маған айт. Мен соны түсіну үшін сен қанша теңге төледің десем, 20 мың теңге. Дұрыс, сол 20 мың теңге сен өзіңе инвестиция құйып жатсың. Шүкір, главный түсінді, ол маңыздысы. Дұға ету керек болды. Көзі ашылды. Шүкір, көзі ашылды. Бір-бірімізге себепкерміз ғой бәріміз. Тағы да әйелдердің денсаулығына келіп жатыр қой. Көбіне әйелдерде мазасыздық, уайымды жібермейді, бүкіл барлық нәрсеге өзі жауапты сезініп алады. Одан қалай шығуға болады? Мазасыздықтан, стресстен қалай құтылуға болады? Мысалға, егер қасында ер азамат болса, шынайы сезім айту керек. Нені жасай алмайды. Өйткені ол көбіне, мысалға, айтпаймыз, жасырамыз. Өзімізге де мойындамаймыз. Өзім шешіп тастағымыз келеді, өйткені біз ер азаматтың жауапкершілігін алып аламыз. Сосын ер азамат, мен әйелім істей алады екен дейді, ол отыра береді. Сосын бір күн шыдаймыз, 2 күн шыдаймыз, 3 күн, ол 3 жылға барады, одан кейін барады да, арқамыз ауырады, түрлі. Үлкен еркек болып кетеміз ғой. Сосын бір қазанға, бір үйде 2 еркек болса не болады сонда? Сол ғой, ер азаматтың жауапкершілігін алып алу, шынайы сөйлесу керек болды. Нақты сұрақтың жауабы, мен жасай алмай жатырмын, болды, өзіңе тапсырамын. Даже көңіл өзін тапсырып қойған да абзалырақ. Қазір айтуға оңай, бірақ істеу керек соны. Істеген кезде нәтижесі 100% алады. Ақыл айту оңай дейді ғой. Жаймен деп бізде келе жатырмыз. Қанша дегенмен, тапсырдым дегенімен, әйел адам бәрібір мен тыныш отырмауым керек, мен бәрібір ақша табуым керек, күйеуіме көмектесем деген сылтаумен өзі де тырмысып, жүгіріп, жарысады негізінде. Бірақ ол жарысып жатқанын мойындамайды ғой, енді. Енді сол әйелдерге әйелдік энергиясын көбірек дамыту үшін не істеуге болады? Өзімен жұмыс жасау керек. Мысалға, ол не жақсы көреді? Мысалға, маған кітап оқыған ұнайды, рухани кездесуге барған ұнайды. Мысалы ретінде ше, мысалға, бай адамның өмірін зерттеймін. Бұл байлыққа жету үшін оны да біраз еңбектенді ғой ол. Мысалға, мен осы жерге шығуымның өзі маған 8 жыл еңбек керек болды. Өзін қалауын, сосын не қалап тұр, жолдасын айту керек болды. Мысалға, мен жолдасым айтады, сен психологиядан рахаттанып ләззат аласың, ал мен балыққа барғаннан ләззат аламын дейді. Сол сияқты келісімге келеміз екеуміз. Сосын қолдаған сайын әйел адамның жолы ашылады ғой негізі. Шынайы не қажет екен күйеуіне айту керек. Айтқан кезде ол соны орындаған сайын, әйелін қуантқан сайын, ол да күшейеді. Артады ше, қуантқысы келіп тұрады. Шынымен де күшті жұмыс жасайды. Көбіне аналардың жауабы көп болады. Менің балаларым көп ауырады, менің балаларым жиі ауырады. Не себептен деп ойлайсыз? Сөз, ой, запрос, қорқыныштың ұстығы. Мысалға, мен балам үлкенім ауырған кезде, менде 2 баламда гидроцефалия болды. Менде. Сосын мен ойладым, бұл геннен ба деп. Сосын оны да зерттедім, мамандарына бардым. Сол кезде менің ойымнан, менің қорқынышымнан, менің сөзімнен, сөздің энергиясы қатты жұмыс. Именно анасыныкі. Оның қазір бір кейстермен бөлсем,
мен сол кезде бір үлкен больницада жатқан кезде үлкен апам маған айтқан, неге сен балам жақсы деп бір ауыз сөз айтпайсың деп, кім звондап жатыр, бәріне сен жертва отырсың ғой деп, сол жалоб етіп мен өмірге ренжіп тұрмын ғой. Осыны сарт ете қалды, ойла, мен шынымен не істеп Ол отырмын. адамдар қазір саған не көмектесе алады? Иә. Өйтіп қарап отырсам бәрі мені аяйды екен. Бәрі мені аяды ма? Мен аянышты көзқараспен, мені сондай образбен олар қоршап тастайды. Олар маған жанасып тұр, бірақ мені аяп тұр. Аяу сезімі қатты жұмыс жасап тұр маған қарағанда. Осы мен стоп деймін да, тағы екінші звонок онда, шүкір жақсы, бұрынғыдан жақсымыз деген кезде бізге жақсы врачтар да кездесе бастады, остеопат та кездесті, массажист те кездесті. Алланың құдіреті, 6 жыл сөйлемей қалған бала сөйледі. Сол үшін біздің сөзіміз маңызды. Менің балам сау. Егер ауырып тұрма, не үшін? Анасына белгі ғой. Бала кекештеніп тұрса, мамасы ойын жеткізе алмай жатыр. Баланың басы ауырып тұрса, мамасы бір ситуацияны тапсыра алмай жатыр. Маманы кінәлау емес, бірақ біздің құрсақтан бастап бүкіл сезім беріледі. Мен оны құрсақ туралы тақырыпты, үлкен ауқымды тақырып, оны мен тереңінен түсіндіріп бере аламын. Өйткені 6 перзентім құрсағында менде қандай нәрсе болды, соның барлығы 6-ау соны жасады. Мен қорқақ болсам, қорқақ. 3-шім кекеш болса, ол да кекештік болды. Ал 6-шы перзентімде маған дұрыс диагноз қойылған жоқ, анам мен балада. Сосын мен қорықтым, сыртымда балам осындай болды, ішімдегі балам осылай ма деген менде қатты қорқыныш болды. Бірақ Аллаға тәуекел. Сол кезде мен Мальцева деген бізде УЗИ бар, білесің оны өзің. Ешкім 100% айта алмайды. УЗИге терең түсіндірді, маған Дауна деді, көз сүйегімен, мұрын сүйегімен біледі екен негізі Даунаны. Ондай мен признак көріп тұрған жоқ. Бір Аллаға тәуекел ет, Алла тағала шексіз деп мен бөлмей мотивация берді маған. Сол кезде көп құлшылық еттім. Сол кісі айтты ма солай деп? Тағы да врачтардан көп кеңес алдым, жалғыз ол кісі емес, енді көп деген. Көп құлшылық бар, дұға бар, садақа бар беріп жатқан ол жерде. Бірнеше әрекет бар. Ата-анамның батасы бар, одан кейін сенімділік бар Аллаға деген. Сап саулық толы шүкір. Енді сол бала ерекше, батыр, ешкімнен қорықпайды. Өйткені сол менің құрсақтағы бүкіл сезім берілді. Дәл солай біз баламыз қорқып тұр ма, значит мамасы қорқып тұр. Мамасына байланысты ол. Сену керек біз балаға. Сенім ет бата. Біздің берген батамыз. Балам, сенем, қорықпа. Ол жел тағы бөлсем. Кейс айтам дедіңіз. Енді мысалға менде бір керемет кейс бар. Бала шетелде оқиды. Бірақ мамасымен алдында бір ай бұрын мен менторствоға жұмыс жасаймын. Мамасы үнемі ойынан қорқады. Өзінің ойынан өзі қорқып жүреді. Сөйтіп ол қорқыныштан арылды. Ол өзінің балалық шақтан бастап, қызметтегі бастықтарынан қорқу, бүкіл ойды алып алды. Өзінің ойымен қорқып, өзінің өмірін былайша дұрыс болмай жатыр. Қорқыныштан арылады. 1-2 айдан кейін баласы хабарласады. Мама, маған психолог керек еді. Сөйтіп ол мені таңдайды. Сосын кешке жақын отырып, Алла тағала бәрін реттеп қояды ғой. Біз просто ниет етіп сұрасақ, пазлдың барлығын Алла тағала реттеп қояды. Алланың құдіреті деген шексіз енді. Тылсым күш қатты жұмыс жасайды. Сосын баласы айтады, сосын мамасы маған хабарласады. Мен сол кезде енді қабылдамаймын деп отқанмын негізі. Адам қабылдауда былайша оңай емес, энергия армен деген кей кезде кейбір адамды құлататын адам да болады. Өйткені алып аласың бәрібір. Алмаймын деп ойлағанмен алып аласың энергиясын. Сосын ол да менің баламдай бала ғой. Алла ғой маған жеріп тұрған деп дұға еттім. Алла тағала бұл бала арқылы маған не үйретіп тұрсын. Баланы қабылдаған кезде жаңа бала 20 минут жылады. Шүкіршілік еттім. Сөйтсем ол балада суицид болайын деп тұр екен. Жаңа балада. Ол бала Қазақстанға келеді. Екеуміз бір ай жұмыс жасаймыз тағы да. Ол тағы да мені таңдайды. Сөйтіп 5-ші терапия болған кезде жаңа баланың түпкі бөлі табылады ғой. Баланың бетіндегі безеу де кетеді. Мамасы түсінеді да, мамасы келеді айтады. Біз өзіміз екен ғой қиындатып жүрген. Мамасы бірақ өзіндегі балаға 5 айлық кезіндегі өзіндегі наным сенім табады. Не үшін балаға қорқынышты ұялатты. Мамасының жатырында 5 айлық кезінде қорқыныш ұялатты. Шүкір Аллаға, баласы да жақсы, баласы шетелде оқып жатыр. Шүкір, сан шүкір. Сол маған қанаттандырады сол кейс. Қазір енді мен 6 перзентім қазір мысалы маған звондап жатса балам, қазір уақыт тоқтатып қойғанда балама бірінші жауап беремін. Өйткені ол маңызды, ол срочно шығар мүмкін. Өте маңызды шығар. Сол үшін мен айтар кеңесім деп айтсам болады. Бірінші баламызбен сөйлесу керекпіз, ашық. Өйткені біз егер қыз баламен сөйлеспесек, ол сырттан іздеп кетеді махаббатты. Ер баламен сөйлеспесек, ол бізге айтуға қорқады, ол да сыртқа іздеп кетеді. Бізден ала алмай жатқан махаббатты сырттан іздейді да. Дұрыс емес жолға кетіп қалуы мүмкін. Біз білмейміз алдымызда не күтіп тұрған. Қандай адам? Білмейміз.
барлығы сабақ қой, өмірдің бәрі сабақ қой қарап тұрсаң. Енді осы жас балаларға, жас қыздарға қорқады деп жатсыз ғой, мысалға, ол анам не деп ойлайды, әкем не деп ойлайды. Соған шабыттандыру үшін, батылырақ шындығын айту үшін ата ана қандай болу керек? Қандай жағдай болса да баласын тыңдау керек. Андай аузын жауып тастамау керек ұрсып. Андай болады ғой. Мен мысалға ұстазыммен жұмыс жасап жүргенде, Алмас ұстаздың қасында мен куратор болған кезде, қызым телефонды қоймай жатыр дедім. Бірінші өзің қой деді маған. Қалай дедім сосын. Қызың саған мама бірдеңе жасайық деп саған жүгіріп келген кезде, сен тұра тұр, мен сабақ оқып жатырмын, мен қолым тимей жатыр деп бетін қайтарып тастайсың деді. Енді сен қызың жаңа келді ғой саған, енді қайтадан барасың. Қызым не айтып келді? Мама анаяққа барып тұршы, мен драма көріп жатырмын деп айтады дейді. Қарасам шынымен де сондай. Бірінші өзім қалай телефонды қойып, телефон тастамай жүр ма? телефонға қатты кіріп кеткен ғой енді. Кино көреді, тикток, драма көреді, тикток көреді. Содан кейін сөйтсем қарасам, мен фокусым бәрі телефон. Бүкіл біздің уақытымызды, энергиямызды осы алып жатыр. Шынымен де именно дәл қазіргі ауқымды тақырып осы. 2 сағат шай ішіп отқан кезде телефонды безука қойып қойып, тек қана күйеуімізбен, баламызбен не болды бүгін? Просто сұрау керекпіз. Ол рахаттанып тұрып айтады ғой. Қорықпау керек, тыңдау керек. Мысалға, қызым қазір келіп маған, мама, менде осындай болып тұр, мен қандай шешім қабылдап білмей тұрмын десем, өзімнен өткізем. Кезінде мен де сөйтіп қорықтым ғой. Бірдеңе бастап кетуге қорықтым. Қорықпа, қызым. Өйткені маған мамам мотивация берді. Ей, қызым, давай сен қолыңнан кет. Баяғыда білесің бе, сен қандай едің? Сен қандай? Шүкір ет. Артыңа бір қарашы, енді алдыңа қара деп мамам маған сөйтіп айтады. Соны есіме түсіремін да, қызыма солай айтамын. Одан кейін барлық адамның ішінде қорқыныш болады. Мысалы, кеше студент балам келді практикаға. Өзіндегі қорқыныштарын бөлісті. Айттым, өз тарапымда мотивация бердім. Шүкір Аллаға, 2 аптаның ішінде осы Қызылордада практикада болды да, Астанаға өзінің оқуына емдергім кетті. Бірінші звондаса бірден жауап бердім. Сіздің өзіңізде енді көп даму баспалдақтарынан өттіңіз, иә? Соның барысында қап әттеген-ай деген сияқты бір өкінетін сәттеріңіз болды ма? Иә, болды. Осыны балам қойған, алдында студент балам үйде отырған кезде. Мама, сондай қап әттеген-ай деген кездерің болды ма деп. Иә дедім. Мысалы, 8 жыл болды ғой, осы білім алып практика жасап жатқан кезде. Баста менде де қателестім, барлық адам қателеседі, сабақ алу арқылы не қылады. Сол кезде мен балалық шаққа көп андай ренжи бергенмін ғой. Травманы іздеп, оны қазбалап, уақытымның сол кезде зая кеткені, қап әттеген-ай деген кез болды менде же. Ол көбіне менің балалық шақтағы травмам, ата-анам кінәлі, ата-ана ешкім кінәлі емес. Әке ананы таңдады, ол миссиясын орындады, 62 тамыр иіліп ақ сүтін берді, болды. Бізді сол кезде жеткізу үшін барлығын жасады. Дәл оны біз анам оған кезде түсіндік қой былайша. Сол кезде бір 6 жылдай ма уақытым сол травмамен көп жұмыс жасап кеткен ғой. Иә, ол кезде сондай тренд болды. Сол кезде қап әттеген-ай деген кездерім. Екіншісі қап әттеген-ай дегеннен қаржылай ситуациялардан сынақ болған кезде күйеуім тыңдамағаным қап әттеген-ай болды. Нағыз психолог қасымызда күйеуіміз ғой негізі. Ол былай ғой, айна. Мысалға, бізде нәпсі 9 ғой, ақыл 1. Біз ана қиялимыз ғой көбіне. Ер азаматтарда 9 ақыл, нәпсі 1 ғой, былай қарап отырсақ. Мысалға, 2 ерлі-зайыпты отыр делік, сосын әйел айтады, мен машина аламын дейді ше, мен көлік аламын дейді. Сосын күйеуі, ақшаң бар ма дейді. Сосын жоқ, мен армандап жатырмын, қайдан сұрап жатырмын дейді. Басымда тұрмаш дейді ғой. Өйткені ол бірден тіке, ақшасы бар адам ғана алады деп, сондай сенімді ол кісілерде, ер азаматтарда. Біз сияқты қиялданбайды олар. Барма соны жасайды болды. Бірақ енді әйел адамның қиялын орындау үшін қолынан келгенін жасайды. Иә, бәрін жасайды, әйелдің қиялын орындау үшін. Сосын сезімді жасырмау керекпіз. Не керек? Кішкене нәрседен бастаңыз, мысалға, баста балаларға банан алып келеді да, күйеуім. Сосын маған ше деп айта салған ба сен? Сен де жейсің ба дейді. Мен бала сияқтымыз ғой былайша. Осы келесі келген кезде ол туралы даже ойламаппын деп. Ойлай салған, біз өйткені айтпаймыз. Келесі жолы әкеп тұр ғой. Қосып әкеп тұр да, уже түсінді ол. Сол сияқты. Мен де адам баласы екенмін. Еше мен бүйтемін ғой. Инстаграмда жаңағы күйеулер сыйлық берген жіберемін ғой. Айтамын, жібере бермеші дейді ғой. Ана жекесіне жібере беремін ғой, жібере бермеші дейді. Қазір уже, сезімді жеткізсең, ол ештеңе жіберуіне қажет жоқ. Оның өзін тыңдап жатқан ұстазы бар ғой негізі.
ол менің тыңдаған ұстазым ол тыңдауға міндетті емес. Үлкен көп проблемада немесе мазасыздықта балалары беймезгіл көп аурушаң әйелдерге және де өз-өзін жоғалтып жүрген әйелдерге не айтар едіңіз? Алланың құдіреті шексіз. Ол әйел кісі, мысалы, ондай жағдай менде де болды. Иә? Ол әйел кісі бұл өмірге әлемді біз үшін жаратты ғой. Ол оңай емес былайша, бірақ тек қана Алладан жатарда, ұйықтар алдында, садақа берген кезде шын жаны қиналған адамның дұғасы 100% қабыл болады. Өйткені оны Алла көріп тұр, жан жағында періштелер жүр. Сұра, менен сұра, мен сендердің Раббыларың емеспін. Дәл болып жатқан ситуацияда мен қалай шығамын деп сұрау керек. Мен не істей аламын деп. Өзін кінәлай берсе, сондай кінәлайтын сол ортаға тап ете қалады, одан самайын өзін батырады болотаға. Сол болотадан өз шығу керек. Шығады. Сол үшін Алладан сұрау керек. Алланың құдіреті деген шексіз. Шын айтамын. Қай салада ол қиналып тұр, соған қатысты кітап оқысын. Тек қана жай блокнот алсын. Мысалға, осы блокнотты шығару мен арманымды сабағыма қатысқан қыздарға тегін бердім баста. Жай қана мына жерде күнде азанда 5 шүкіршілік жазу керек. 5 шүкіршілік азында аман есен тұрды. Шүкір. Тұрмай қалатын қанша адам бар. Жүрегі 24 соғып тұр 24 сағат. Жүректен донор іздеп жүрген қанша адам бар. 12 мүшесі сау болып тұр. 12 мүшесіне зәру болып отырған қанша адам бар. Соның барлығын шүкіршілік, үйім бар, шаңырағым бар, отбасым бар, түгел, ата-анам бар, батасын алып. Соны 5 шүкіршілік жазған сайын шүкіршілік етсем, мен сендерге арттырамын деп беремін. Екіншісі, бүгінгі 5 жоспар. Мысалға, менің 5 жоспарым ішінде бүгін сенімен кездесіп осылай түсіру болды. Шынайы түсіру болды. Сол да бар. Одан кейін қызым бүгін апайлармен 8-ші марқа қатысты қыдырып жүр. Соны шығарып салу бар. Тағы да әртүрлі, мысалға. 5 жоспарым жаздым. Одан кейін садақам бар, бүгін жұма болғаннан кейін салып отқан. Одан кейін арманым 5 қалауым. Отбасымен бірге саяхаттағым келеді. Бірінші Қазақстанның бүкіл қалаларын аралағым келеді. Сол 5 қалауым барлығын жаздым. Одан кейін құрсаққа қатысты өзімнің өткен өміріммен мен просто отбасыма, балаларым, ертең немере, шөбере бәрі болады ғой, Алланың қалауымен кітап жазғым келеді. Мысалы, мамам өткен жазып жатыр, я аққан 2 жұлдызым деп, мен 8 айда 2 бауырым қайтыс болды. Өйткені ана ғана түсіне алады ондай ситуацияны ше. Мама өзінің ішіндегі сезімін, қалай соны жеңді. Өйткені балалары қайтыс болған аналар өздері тастап жүрген аналар да бар. Соған қатысып мама кітап жазып отыр. Мен де соған өзімнің үлесімді қосқым келеді. Сол екеуміздің атымыздан бір кітап шықса деген, сол өзімнің арманым бар. Соны жаздым арманыма, кітап оқу. Дәл қазіргі кезде мен кітап оқып жатырмын. Шүкір Аллаға, махаббаттың мәні деген. Өйткені таңғы жаттығу. Жаттығу жасаймын. Өзім үшін қазір ақпарат өте көп. Ютубта да топ тұр ғой жаттығу деген. Жасап жүрсіз бе? Жасап жүрме. Одан кейін табиғатқа серуендеу. Мысалы, қазір шыққаннан кейін, енді ауа райы қазір қолайсыз болып тұр. Міндетті түрде или кешкі ас ішіп болғаннан кейін 1-2 астан оқып жүремін. Жүрмесем де есіктің алдында жүремін. Міндетті түрде соны жасаймын. Одан кейін өзімнің қалауым, ұйықтар алдында өзіме есеп беремін. Мен бүгін қандай жақсылық жасадым. Одан кейін ертеңгі күніме не етемін. Сол үшін өзін тастап жүрмеу керек. Өйткені оның неше баласы бар, міндетті түрде баласы бар ғой, өзін тастап жүрген ананың. Баласы үшін анасы жауапты, мамасы қалай, баласы соны копировать етеді. Оған ешкім, өйткені біз естігенде емес, көргенді қайталаймыз. Өйткені отбасымызда не көрдік, соны қайталаймыз. Мысалға, ерлі-зайыпты екеуі ұрса берсе, бір баламен жұмыс жасадым да, жаңағы бала қыздарды ұра береді мектепте. Шашын жұлады, ұрады, баланы әкеп тұр да, бала айтады, мен әкемді жеп көремін дейді. Неге әкеңді жеп көресің? Папаны мама үнемі ұрады дейді. Жазықтан жазықсыз ұра береді. Өйткені ол үйінде сондай бейне көрді, ол ойлап тұр, қыздардың бәрін ұру керек екен деп ойлап тұр, ол норм деп ойлап тұр. Бұл бірінші ситуация. Екінші ситуациямен жұмыс жасаған кезде мамасы келді, бірақ мамасы қызының рұқсатсыз ақша ала беретіні туралы келді. Ақшаны ұрлайды, енді ұрлық қой енді, ала беретін келді. Сіз қандайсыз дедім. Мен кішкентай кезімде сондай көп нәрсе ұрлайтындығым деді анасы. Жоқ, бұл бұрынғы нәрсе, ол қалды ол. Просто тазалау үшін сізге толық Алла көрсетіп тұр қызыңызға. Қызыңызды тыңдау керек, сөйлесу керек. Маған күйеуім ақша береді дейді. 10 мың ақша бердім продуктіге. Мен 5 мыңын күйеуімнен ұрлап жасырдым, продуктіге жұмсап отырмын, қарызына беріп отырмын дейді. Ол күйеуінің ақшасын ұрламай-ақ, ол өзінің қабілетімен күйеуіне айтса, күйеуі жауап береді ғой оған. Ал өзінің ішінде чувство вины болып тұр ғой, мен ұрлап жатырмын деп. Қыз арқылы көрсетіп тұр.
түсіндір. Сол сияқты нені көреді бала, соны жасайды. Мысалы өтірік айтып тұр ма, бала біледі өтірік айтып тұрған әке шешесі. Балада өтірік айту норм дейді, ол да өтірік алдайды. Сол сияқты әртүрлі мысалы анасы бір адамды жек көрсе, бала да міндетті түрде сол адамды жек көреді. Өшпенділік болады. Сол үшін біз қабылдау керекпіз. Барлық адамды Алла бірдей жаратты. Өйткені балаға біз өшпенділік болса бізде, балаға біз береміз өшпенділікті. Бұл өмір ғой, өмір болғаннан кейін түрлі тағдыр болады, түрлі ситуация болады. Керегін аласың, керек емесін өткізіп жібересің. Даже білімде де қатындай фанат керек емес. Өйткені осы іске асырмаған ол миында сасып қалады, жиналады, одан кейін ол бас ауырады, ол барады да асқазан екінші ми, ол барып асқазан түйіледі. Түрлі содан кейін барлығына зақым келтіреді да, ешкім ештеңесі етпейді. Сосын тазалауды білмей жатыр ғой. Тазалау ең оңай. Алла тағала бүкіл ойымдағы, бойымдағы бүкіл сезімді өзіңе тапсырам деп босату керек. Болды. Оңай былайша айтушы. Былай ғой, біздің миссиямыз баланы дүниеге алып келу, оларға дұрыс тәрбие беру ғой. Соны ұмытып кетіп, лай-бай шыққым келіп жатады. Ол да нормально. Саған түсіну үшін екеуміз кездестіріп қойдық. Енді қарашы, осыны мен түсіну үшін мен Алладан былай сұрадым ғой. Көп әйелдер жертва болып келеді ғой, енді тәкаппарлық көп ойнайтындар. Ол нәрсе менде де болған. Мен өзім бір күштімін деп айта алмаймын. Менде де алдыма не күтіп тұрған білмеймін. Мен қандай біліммен бөлсем, міндетті түрде өзім сонымен өтем, проживать етем жаңа біліммен ше. Сол кезде мен Алладан былай сұрағанмын ғой, Алла тағала, мен 10 мың әйелдің санасын ояну үшін мен не істей аламын дегенмін ғой. Бір әйелдің мысалы санасын оятып, мысалы мен 6 баласы бар әйелдің санасын оятып, үйінде 6 бала оянады, 100% оянады. Әйелге байланысты. Ол әйелді кінәлау да емес, просто анасы пысық болса, балалары пысық болады. Ол өте маңызды, жұмыс жасайды, қатты жұмыс жасайды. Сол кезде сұрадым, ертеңіне менен кітап алған облтбда Әйгерім деген қыз шақырды. Сізден сұхбат алсам бола ма деді. Кәдімгідей шүкір, бірақ қорқыныш болды, барлық адамда қорқыныш болды. Шақырды. Одан кейін ол қызда денсаулығына қатысты бір аптаға шегерілді, 3-ші аптаға шақырылған. Сол 2 аптаның ішінде ауыса берген кезде мен бір ситуацияны проживать еттім ғой. Сол кезде шынайы бөлісу үшін ана ситуация болу керек болды. Ол бәрін Алланың қалауы болып жатыр. Біздің план бөлек, Алланың жоспары бөлек қой. Сол кезде артынша неге мен подкаст түсірмеске деген ой келді. Сол кезде сен шыға келдің. Сен чатқа жаздың ғой, мен подкаст түсірем, YouTube канал ашам деп шықтың ғой, жаңа бизнес қыздардың арасында чатқа. Дедім да, сен бір жақын шықтың. Бір-бірімізге себепкерміз да, өйткені сен менің өсуіме сен себепкер болып жатсың. Бір-бірімізді қолдау керекпіз ғой. Алла қаласа. Сенің өсуіңе, команданың үлкеюіне мен қолдау боламын, болды. Команда керек. Айда ханым, өміріңізде көп деген сәттер болды. Жақсы да, жаман да, әйтеуір Аллаға шүкір, жақсы нәрсе көбірек болған шығар деп ойлаймын. Сондай бір ең бақытты сәттеріңізден бір 3 кезеңді айта аласыз ба? Айта аламын. Ең бақытты сәттерімнен өзіме жұмыс жасап жатқан кезде менің күйеуім қанша әйелдің ішінен мен таңдағанда шүкіршілік оянған кезде ең бақытты сәтім сол. Сезінген кезде ең бақытты сәтім сол. Одан кейін ең бақытты сәтім тектану сабағын алдым ғой, білім алып. Сол кезде жаңа Әлия Сағынбаева Қызылордаға келген кезде баламның не үшін біздің отбасыға бұндай ситуация келді деп сол сұрақтың жауабын тапқан кезде мен үшін ең бақытты сәт сол болды. Одан кейін 3-ші сәт мен бір кісіге айтқам, оянғаныма шүкіршілік етсе деп айтамын да, бірақ өзім ол нәрсені проживать етпегенмін. Сөйтіп түс көремін, түсімде ояна алмай жатырмын, ана бір қиын бір нәрселерде жүрмін жаңағы. Қызық болды да. Сол кезде оянып кеткен, ана күліп жатқан, ана оянғаныма шүкіршілік еткенмін ғой. Сол кезде өзім түсіндім, ана қызға айтқанымды мен сол кезде қызым, мама неге күліп жатсың дейді. Жаным, қызым оянғаныма шүкіршілік етіп жатыр, мама сен біртүрлі емессің ба дейді маған. Сол мен ең үлкен сәтім, тағы да 4-шіні айта аламын. Папама барып айтамын, папа маған қара қызым деп еркелетші деймін папаға. Өйткені мен тұйық болып өстім да, біз 7 ағайынды болдық, 4-ші баламын мен. Ол кезде бір-бірімізді өзіміз өсіреміз ғой. Ол кезде ата-анамыз бәрі жұмыс басты болды, біз асырау үшін бәрін жасады. Сол кезде папа айтады, сен қазір қара емес, ақсың ғой деп. Мен үшін ол үлкен бір күшті сезім болды. Ең сұлу сенсің ғой деген сөз. Қазір сен ақсың ғой дейді да. Сол шүкір. Сол мені өте кезінде қара домалақ Аидадан осындай деңгейге жеткеніне шүкіршілік еттім әкемнен. Сондай сөз естсем маған мен үшін өте. Сосын қазір күйеуіме айтамын,
қызыңды қолда. Өйткені әкемнің бір сөзі маған қатты мотивация болса, қызыма да сондай болып тұр ғой. Просто айтамын, бірақ қызыма білдірмеймін ғой, қызыңды қолда. Сенің бір сөзің оны қанаттандырады. Иә, өйткені қызға әкенің бір сөзі өте маңызды. Егер әкесі жоқ қыздар болса, ештеңе қылмайды. Қасында жолдасыңыз бар ма? Просто еркелеп айтыңыз, не керек екен. Алла тағала жолдасын беріп қойды, болды. Бір-бірімізге себепкер. Өйткені жолдасы міндетті түрде әкесіне ұқсайтын болады. Әйтеуір бір-екі қылықтар мінез ұқсайды. Ештеңе бекерден бекер. Ерлі-зайыптының өзін бір-бірін тәрбиелеу үшін келеді ғой, негізі. Ойлап қарасақ. Бүкіл сұрақтың жауабы өзімізде тұр. Іздеу керекпіз, просто болды. Білім алу керекпіз, практика ету керекпіз. Ақпарат өте көп. Бір-біріне мұғалім деп. Бірақ өзін тыңдай алатын адамды көріп, өйткені ұстаз бар ғой, көп адам, бұл қалай жетті? Бұл маска киіп тұрған жоқ па? Шынайы адам бар. Достарымның ішінде де болды, оны мысалы жарты жолдан қосылған достар да болды. Пайдаланып кететін адам да болады. Бұл өмір. Уақыт келе, бұрында мен ренжіп, кінәлап сөйтетінмін. Қазір просто күлемін. Сабағын алғаннан кейін, осылай болу керек болған. Сабағын алу деген сөзіңіз маған бүгін күшті не болып тұр. Әр нәрсе, әр ситуациядан сабағын алу, келесі деңгейге өсесің. Итог шығару. Стоп. Сол кезде сана оянады ғой, бірінен кейін. Өзің түсінбейсің, қазір негізі барлық адам ояу. Ешкімге ақыл айтудың да қажеті жоқ былайша. Тек қана бір шаг алға басып көрсе болды. Бір-бірімізге түрткіміз ғой, себептеріміз. Айда ханым, біз кездесеміз дегеніміз уже екінші күн, осы біріншісінде болмай қалды. Біз ауыстырып жібердік. Ол күні сіз дайын болмадыңыз ба, мен дайын болмадым ба, әйтеуір бір себеппен Алла әртүрлі ситуациямен ауыстырып тұр, оған не айтасыз? Ол кезде мен дайын болған жоқпын. Асығыстық болды. Біз көбінесе асығамыз ғой. Біз мен сабақ өтіп жатырмын ғой қазір, Рамазан айында 30 күн сабақ өтіп жатырмын. Тек қана азында білген біліммен, мотивациямен бөлісемін. Өйткені қазір көп адам негативке беріліп кеткен. Біз миға негатив салдық па, ол міндетті түрде бізде жұмыс жасайды ол. Сол сабағымда мен көп жүкті өзіме алып алыппын. Жан жақтан түрлі бір ситуациялар болды. Одан үйде ауызашар жасадық. 3:30-да жатамын, таңда сәресіге оянамын. Өзімде сондай бір сәттер болды да. Мен дайын болған жоқпын. Сосын кейінге Алла тағала мен үшін қайырлысы не болды деп сұрадым өзім Алладан. Сол кезде түйсік барлық адамда, түйсік бізге Алладан берген мықты инструмент. Түйсік барлық адамда бар. Оны түйсік туралы тереңірек білгісі Имам Ғазалидің кітаптары бар. Одан кейін ютубта да, инстаграмда түйсік туралы өте көп. Сол кезде түйсігіме шықтым өзімнің. Сол кезде сұрадым. Бір апта шегер деді, сен де дайын емессің. Мен үшін қайырлы дедім да, кішкене садақа бере, саған шықтым. Сен окей дедің. Ол кезде біздің қазір алып отқан офисте маған ұнаған жоқ. Өйткені ол жердің аурасы да бар. Сол кезде мен бірігіп алып отырық қой офисте. Ол кісіге де ұнамайды екен. Орталықтан іздеп жатырық енді. Осындай студия іздедім. Инстаграмға шықтым. Инстаграмда студия табыла қалды. Маған макияж жасайтын адамда табыла қалды. Үйдің қасынан ешқандай. Ол күні ондай жоспар жоқ, макияж, шаш. Ол қызымен мүлде осы шашты да макияжды да бәрін бір адам істейтін мен білген жоқпын. Анаған бір бөлек, мынаған бір бөлек. Алла тағала сіз шынайы тапсырсақ, Алла тағала бүкіл біздің жағдайымызды жасап қойған. Сені де соған дайындады да, сол кезде. Сол үшін біз дайын болған кезде бүкіл жолымыз ашық, негізі. Қайырлы. Бір ситуация болмай тұр ма, ешқандай асықпау керек. Айтады ғой, асыққан шайтанның ісі дейді ғой. Сол сөзді тереңінен түсіндім.